Ал бүгін бізде геометрия, Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасында бізде бірінші тік бұрышты үшбұрыш болу керек. Міндетті түрде тік бұрышты үшбұрыш. Енді мына тік дегенді білдіреді. Бізде мына S гипотенуза. Ал А, Б деген оның катеттері. Катет деп атайды. Ал Пифагор теоремасы дегеніміз осы катеттерінің квадраттарын қосып, яғни А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат, яғни гипотенузасының квадратына тең болады. Мысалы, бізге бір үшбұрыш алайық. Бізде мына жер 5 болсын, мына жер 4 болсын. Бізде мына жер x белгісіз. Осы x тап дейді және ауданын анықтау керек. Мына табу үшін Пифагор теоремасына саламыз. Яғни гипотенузаның квадраты, 5-тің квадраты, керісінше жазайық, ешнәрсе алмай. И одан кейін x-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Сонда x квадрат тең 5-тің квадраты неше? 25. 4-тің квадраты азайту болып өтеді, 16. X квадрат тең 25-тен 16-ны азайтса 9. Сонда x дегеніміз нешеге тең екен? 3-ге тең екен. Енді үшбұрыштың ауданын қалай табатын едік? 2 тік болып тұрған қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда S тең 3 көбейтілген 4 бөлу 2. Сонда 6-ға тең болады екен ауданы. Ал бір қабырғасы 3-ге тең. Мына бізде мынандай 2 мысал тұр, соның талдап көрейік. Бізде мына гипотенузасын табу керек екен, ал мына жерде катетін табу керек. Гипотенузаны табу үшін тағы да Пифагор теоремасына саламыз. Ол қалай еді? X квадрат, яғни гипотенузасының квадраты тең катеттерінің квадраты, яғни 1-дің квадраты қосылған 2-ның квадраты. Сонда x квадрат тең 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4. Сонда x квадрат тең 4-ке 1-ді қоссақ 5. Сонда x-іміз бізде түбір асты 5-ке тең екен. Түбір асты 5 квадраттан осылай құтыламыз, білеміз. Енді мына қабырғасын анықтау керек. Бұл жерде де гипотенуза 10-ның квадраты тең x-тің квадраты қосылған 6-ның квадраты. 10-ның квадраты тең x-тің. Мына жерде 10-ның квадраты бірден 100 дей салайық. Мына жер квадрат. 6-ның квадраты 36. Сонда x квадрат тең 100-ден 36-ны азайтсақ 64. 64 ненің квадраты? 8-дің квадраты екен. Сонда мына жерде x тең 8. Яғни Пифагор теоремасы тік міндетті түрде тік үшбұрыш болу керек. Тік бұрышты үшбұрыш. Соның қабырғаларын, гипотенузаларын анықтауға арналған теорема. Яғни А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадратпен осылай қабырғаларын, гипотенузасын анықтай аламыз. Енді бізде осы тік бұрышты үшбұрышқа қатысты есептерде синусы, косинусы, тангенсы, котангенстерді анықтай аламыз. Енді бұл жерде синус деген син деп жазылады, косинус деген кос деп, тангенс тг, котангенс ктг деп жазылады. Енді бірінші анықтама береге бірінші. Енді синус альфа, яғни мына бұрышқа қараймыз. Мынау альфа бұрышы. Синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің альфаға қарсы жатқан А, оның гипотенузаға қатынасы. Яғни гипотенуза бізде С. Сонда альфаға қарсы жатқан альфа А бұрыш, оның С-ға қатынасы. Мына жерде сандар болған кезде жауабымыз сандармен шығады. Енді косинус. Косинус альфа дегеніміз. Яғни альфа бұрышына қараймыз. Осы бұрышқа іргелес жатқан жанында синус қарсы жатқан еді, ал косинус іргелес
іргелес жанында жатқан іргелес гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза. Іргелесіміз Б, гипотенузамыз С. Енді тангенс. Тангенс альфа. Тангенс дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Яғни қарсы іргелес деп қойын. Бізде альфаға қарсы жатқан А, іргелесіміз Б. Котангенс альфа. Ол керісіншесі іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Іргелес бізде Б, қарсы жатқан А. Қазір осылай. Бізге енді мынандай есептер берілген. Осыларды шығарып көрейік. Мысалы, мына үшбұрышта гипотенузасы белгілі, бір катеті белгілі, яғни мына бұрышқа, альфа деген бұрышқа қарама-қарсы жатқан катеті белгілі, мына жердің катетін табу керек, x табу керек. Пифагормен анықтаймыз. Пифагормен қалай анықтаймыз? 5-тің квадраты тең 4-тің квадраты қосылған x квадрат. Сонда x квадрат тең 5-тің квадраты 25, 4-тің квадраты 16. X квадрат тең 25-тен 16-ны алсақ 9, x тең 3. Анықтадық. X тең бізде 3 шықты. Енді жеке синусын, косинусын бәрін табайық. Синус альфа тең. Синус дегеніміз нені? Қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни қарама-қарсына бұрышқа не жатыр? 4. Гипотенузамыз 5. Сонда 5-тен 4 екен. Косинус альфа ол іргелес жатқан, яғни 3-тің 5-ке қатынасы болады. Тангенс альфа. Тангенс дегеніміз қарама-қарсының іргелеске қатынасы. Қарама-қарсында 4, іргелесіміз 3. Ал котангенс альфа осының керісіншесі. Бұл 4-тен 3 болады екен. Енді бізде мына жерден ана берілген қабырғасы дейді, мынау гипотенузасы дейді. Бұл жерде үшбұрышты өзіміз салуымыз керек. Яғни А дейік, A'мыз бізде 10, С ол гипотенуза мынай қояды, С тең 12-ге. Енді мына жерде анықтау керек, мысалы, X деп алайық. Бұл жерде бізде бұл қабырғасын тап деп тұрған жоқ. Альфа бұрышына қарама-қарсы жатқан, яғни синус альфаны анықтау керек тек қана. Синус альфаны анықтау үшін тек қана мына қабырға белгілі болса болды екеуі. Сонда не болады? 10 бөлінген 12 шығады. Мына жер қажет емес, сұрап тұрған жоқ. Енді бізде кейбір есептер былай беріледі. Косинус альфа тең 5-тен 3. Бұл жерде не табу керек? Басқа екінші қабырғаларын, или мысалы мына жерде синус альфа тең қанша, соны анықтайық. Мына жерде мысалы тангенс альфа тең қанша, осыны анықтайық. Мына жерде синус альфа қанша, соны анықтайық. Мына жерде косинус альфа тең қанша, соны анықтайық. Мысалы, мына бірінші есепте косинус альфа тең 5-тен 3 дейді. Ол үшін біз міндетті түрде бір үшбұрыш салып алуымыз керек. Және бұрышын өзіміз қоямыз. Мына альфа бұрышын. Енді косинус дегеніміз не еді? Іргелес жатқаннан бұрышқа іргелес бізде 3. Гипотенузасына неше қоямыз? 5 қоямыз. Енді бізге не табу керек? Синус альфаны. Ал синус альфа дегеніміз қарама-қарсы жатқандарын табу керек, гипотенуза қарама-қарсы жатқан катетті. Оны қалай табамыз? Пифагор теоремасымен. Сонда 5-тің квадраты тең, мына жерде x деп алайық, x-тің квадраты қосылған 3-тің квадраты. Сонда x квадрат тең 25 азайтылған 9, x квадрат тең 16, x тең 4. Сонда мына қабырғамыз бізде 4-ке тең болды. Ал синус альфа дегеніміз
нені қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 4 бөлінген 5 болады екен. Келесілерінде дәл солай есептейміз. Косинус 4-тен 9 дейді. Мына жерге жазайық. Альфа, мына бұрышымызды өзіміз қойып аламыз міндетті түрде. Косинус деген іргелес, мына жер 9. Бізге не тап дейді? Тангенс альфаны. Тангенске не керек бізге? Қарама-қарсы жатқан катет керек, міндетті түрде. Сондықтан тағы да Пифагормен есептейміз. Яғни мына жерде x дейтін болсақ, 9-ның квадраты тең 4-дің квадраты қосылған x-дің квадраты. X квадрат тең 81 азайтылған 16. X квадрат тең 5 65. Мына жерден шықпай қалды, түбірас. Менде еш нәрсе алмайды. Сонда түбірасты 65 деп ала берейік. Түбірасты 65. Мына жер түбірасты 65. Енді бізге не табу керек? Тангенс альфа. Мына жер түбірасты 65 болса, тангенс альфамыз түбірасты 65 бөлінген не болады? 4 болады. Қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Енді келесілерді шайық. Тангенс 2-ден 5 дейді. 3 бұрыш жазамыз. Бұрыш саламыз міндетті түрде. Тангенс дегеніміз қарама-қарсы жатқан, яғни 5 бөлінген 2. Енді бізге не табу керек? Синус альфа. А синус табу үшін бізге гипотенузаны анықтау керек. Оны Пифагормен анықтаймыз. X квадрат тең 25 қосылған 4. X квадрат тең 29. X тең түбірасты 29. Сонда бізден ал түбірасты 29 гипотенуза. Синус альфа дегеніміз қарама-қарсы жатқан катеттің 5-тің түбірасты 29-ға қатынасы болады. Кетті. Енді синус бетті тағы да 3 бөліш аламыз. Мына жерде альфа ма бетта ма маңызды емес. Бұрышын міндетті түрде өзіміз қойып алайық. Мысалы, мына жерде бетта өзіміздің. Альфалардың бәрі мына жақта көрген, бетта бұрышы. Енді осы беттаға қарама-қарсы жатқан уже мына жер болады бізде. 3 болады. Неге? Гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза міндетті түрде 90 градусқа қарсы жатқан болады. 4. Бізге не сұрап тұр? Косинус альфа. Ал косинуске бізге не керек? Мына жеріндегі бұрыштың іргелес қабырғасы керек. Тағы да бұны Пифагормен анықтаймыз. Мына жерде x деп алайық. 4-тің квадраты, 3-тің квадраты қосылған x квадрат. 16, 9, x квадрат. X квадрат тең 16-дан 9-ды азайтсақ 7. X тең түбірасты 7. Мына жер бізде түбірасты 7 болды. Ал косинус мына жер бетта дегеніміз, косинус бетта дегеніміз, сонда түбірасты 7 бөлінген 4. Мына бұрышқа іргелес жатқан қабырғаның гипотенузаға қатынасы болады екен. Енді мына жерде бетта деп қойдық, косинус альфаны тап дейтін болса ше. Егер мына жер бетта бұрышы болса, мына жағы бізде альфа бұрышы болсын. Бұл жерде косинус не болады? Мына бұрышқа іргелес жатқан бізде мына 3-тің 4-ке қатынасы болады сонда. Косинус альфа тең 3 бөлінген 4. Енді мына екеуі қарасақ бірдей болды. Бұл синус бетта болған кезде, ал мынау косинус альфа болғанда. Бұрыштары екеуінікі екі түрлі болған кезде дәл осындай болып шығады.